Осы жақында біздің Шымкент қаласы Адырбекова 70 емханамызға, қазақ емханасына Қызылорда қаласынан бір аға келіп түсті. Ұзақ уақыт жөтелменен, жөтелі басылмай, қатты түнде де таңертең ерте тұра салып қатты жөтеледі, қақырық шықпайды. Осындай бір қатты диагнозбен келді. Бұл кісінің диагнозы негізі өкпенің кальцийлануы, өкпенің талшықтарының қатаюы деген сөз ғой. Ұзақ уақыт темекі тартқан. Оның үстіне енді жақынғы жылдарда коронавирус деген нәрсе болды ғой. Енді осы коронавирустан кейін адамдарда көп кездесетін жағдай бұл өкпенің кальцийлануы. Бұл кісіде де сондай жағдай пайда болған. Көп жөтеледі. Жақынғы бір 5-6 айдан бері өте қатты. Бармаған жері жоқ, емделмеген жерім жоқ деп айтып отыр. Келгеннен 4 күннен бері енді жөтелі басылды, жағдайы жақсы. Өзі қалжыңдап қояды, сендердің мына аураларың жақсы екен, осы жердегі ауадан ба екен деп қалжыңдап қояды. Бірақ емнің қонғаны, әрине еміне шипа тауып жатса, біз де ол кісілермен бірге қуанамыз.